Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қызылша қосылған капустадан корейский салат жасайтын боламын. Ол үшін біздерге 2 қызылша және де 1 капуста қажет. Капустамның салмағы 1 килодан асады. Осылай капустамызды ортасынан бөліп, өзімізге керек емес жерін, түбін алып тастаймыз. Енді капустамызды осылай 2-3 бөлікке бөліп, оны 4 бұрышты етіп тураймыз. Енді туралған капустамызды осылай араларын бір-бірінен ажыратып, осылай араларын ашып тастаймыз. Енді капустамыздың үстінен қызылшамызды теркадан өткізіп саламыз. Үстінен 2 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан соң ашып, қосатын дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде осындай ірі кориандр, мен оны қуырып, ұнтақтап, осылай 2 шай қасық кориандр, қуырылған кориандр саламын. Және де 70% уксуздан 2 шай қасық саламын. Және де 3 шай қасық шекерімізді салып, менде өте острый қызыл бұрыш, одан жарты қасық салып, чеснок 3 зубчик, ірі зубчикті теркадан өткізіп, осылай бұрыш екеуін бір жерге қоямыз. Ең маңызды кез қызып тұрған сұйық майымыз 70 мг, осыны чеснок пен бұрыштың үстінен құямыз. Және де қалауымызша қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Енді араластырып болғаннан кейін дәмін көреміз. Менде тұз аз болғандықтан, мен тағы да 1 шай қасық тұз салдым. Осылай жақсылап араластырып, қақпағын жауып, 1 күнге холодильникке қойып қоямыз. Салатым дайын. Дәмі өте керемет, әрі пайдалы десем де болады.
Астарыңыз дәмді болсын.